bölünüp alайық. Иә? Бұл қандай әдіс екенін өздеріңіз білесіздер. Ал жақсы. Міне, топта аттарыңыз жазылып тұр, сол бойынша отыра қалыңыздар. Үшінші топ қане отыра алайық. Бірінші топ көріп тұр ғой, жақсы орындарыңыз ауысып жүрейік. Үш топқа бөлініп отыра алайық. Арқылы бағалауды жүргіземіз. Әркім өзін-өзі бағалап, сабақтың соңында өзімізді баға қоямыз. Иә? Домбыраның суретін көріп тұрмыз, иә? Домбыра туралы кім не айта алады? Ол қазақ болды. Жеткізуге болады, иә? Жақсы. Енді үй тапсырмасы фигуралар әдісі арқылы бағалау дейді. Дәптерлеріңізді ашыңыздар. Дәптерлеріңізді ашып, үй тапсырмасы әркімнің алдына мынандай парақ тұр. Осы парақ қаламызда егер сізге үй тапсырмасы дұрыс болса, стандарт сәйкес келсе, осы арқылы бүктеп фигура шығарамыз. Сонда сіздің тобыңыздың аты сол болады. Әр топқа бердім әртүрлі фигуралар. Сіздің қай жерде өзіңіз жауабын дұрыс жерін бүктейміз. Содан кейін бұл жерде ептілік керек, иә? Алдыңғылық керек. Тура сол фигураны қандай жақсы болды. Мен жұмысымды аяқтайық. Бірінші қатар қандай фигура пайда болды? Сіздің жауабыңыз дұрыс болған кезде. Әлі көрсетші. Қандай фигура? Төрт бұрышын істерінде топтарыңыз төрт бұрыш. Мен көріп тұрмын қалай бүктеп жатыр, жауаптарыңыз кімде бар үй тапсырмасы деген. Жақсы тұрған рахмет. Екінші топтан қандай фигура шықты? Динара көрсетші қандай фигура? Мына сіздердің топтарыңыздың аты үш бұрыш, үш бұрыш боласыздар. Келесі топтан шеңбер дейді. Сабағымызды ары қарай жалғастырайық. Қазір әдісі. Сонда бірлік шеңберлерді нүктелердің координаталарымен тригонометриялық функцияларда өзара байланыстылығын білу. Бұл сабағымыз мынандай кезеңдерден тұрады. Бірінші, екінші, төрт кезеңнен тұрады. Бірінші кезең пентаклон дейді. Есіңіз бар ма? Бұл бір ойынның түрі, грекияда ойнауға деген. Бұл шапшаңдыққа, жылдамдыққа байланысты ойын. Екінші, үшінші артық дейді. Үшінші, мына жеке жұмыс. Төртінші дәл көздейді. Бұда жеке жұмыс. Бірінші тапсырма бойынша мен сіздерге топтық жұмыс беремін. Қазір тапсырманы тақтаға жазып қоямын. Бірінші топ. Теріс шықпақта минус бір қосылған үш көмектегі бар. Үште нуларға кіргенде нөл шығып, минус бір өзі қалып жағады. Жақсы, иә? Отыра ғой. Енді екінші топтың. Дұрыс, жақсы. Жақсы. Арай сабағымыз жалғастырайық. Енді жұптық жұмыс. Қанша сұңған 90 шегеді? Бір кетен, иә? Көшін сұңған 90 отыра ғой. Жақсы отыра ғой. Екінші тапсырма бойынша өрнектің мәні неше болды? Қол көтереді Нұрсұлтан. Екінші мысалда бізде жауабы 10 болып шықты. 10 болды. Жақсы. Үшінші тапсырманың жауабы қанша болды? Өрнектің мәні тап дейді. Үшінші тапсырма бойынша. Арайлы. Тағы да? Менде бір
өтіп жатыр. Жақсы, мына жерден салыстырып көрейік. Балалардікі айтқандары дұрыс болып жатыр. Жауап берсеңіздер, не болады екен? Сыйлық береді, бонус қосылады, 10% жаңа балын екі себебі 10%-ға көтеруге болады. Дәл көзді дейді, мен қазір екі шпалан тақтаға шақырам, және градус өлшемдері жақсы, өте жақсы. Яғни